Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында қазіргі таңда 70-тен астам домбыра бар. Олардың 42 домбырасы экспозициялық залда орналасқан. Мысалға, ғасыр саңлағы Дина Нұрпейісованың домбырасы. Мына жерде бізде КСРО халық әртісі Нұрғиса Тілендиевтің домбырасы. Музей қорында әнші Жүсіпбек Елебековтың, дирижер Қазақстанның халық артистері Азидулла Есқалиевтің, Рысбай Ғабдиевтің, күйші Қаршық Ахмедияровтың, Қазақстанның халық жазушысы Хамит Ерғалиевтің, драматург Берқайыр Аманшының, күйші сазгер Шәміл Әбілтаевтың, Қазақстанның халық артисі Алтынбек Қоразбаевтың, Қазақстан КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Сейілхан Құсайыновтың, домбырашы Боздақ Ырзахановтың, күйші сазгер Ғатау Ибішевтің, КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Сағын Жалмышевтың, домбырашы Уәли Жайықовтың, Қазақстанның еңбек сіңірген артистері Мекес Төрешевтің, Айгүл Үлкенбаеваның, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Сенімбековтың домбыралары бар. Сонымен қатар Махамбет Өтемісұлы домбырасының көшірмесі және Абай Құнанбайұлы домбырасының көшірмесі орналасқан. Өнер және мәдениет экспозициялық залында әр домбыраның қасында QR кодтар орналасқан. Сол арқылы күйлерді тыңдай аласыздар. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қазақ халқымыз бекерден бекер айтпаған. Себебі халқымыздың болмысын, жан дүниесіндегі сырларын осы домбыра арқылы жеткізген. Қазіргі таңда домбыраның 20 шақты түрі бар, және олар 2 және 3 ішекті болып бөлінеді. Домбыра күніне орай музейіміздегі ерекше жәдігерлердің бірі Тыныбай Лекеровтың домбырасын ерекшелеп сіздерге көрсететін боламыз. Жалпы Тыныбай Лекеров деген кісі бұл 1975 жылы біздің музейге өзінің домбырасын тапсырған, жалпы Ұлы Отан соғысының ардагері болып табылады. Ол Ұлы Отан соғысының ардагері болып, Қызыл жұлдыз және басқа медальдар мен марапаттарға ие болған. Ендігі таңда домбыраға ерекшелеп мән беретін болсақ, бұл домбыра жалпы 19 ғасырдың басында жасалған. Бұл шамамен 1800 жылдар болып табылады. Жалпы Тыныбайдың қызы Сапураның айтуы бойынша, осы Тыныбайға оның әкесі Лекерден, Лекерге оның әкесі Маймақтан қалған домбыра екен. Оның домбыраның құлағы және мойны күміспен және сүйекпен өрнектелген болса, оның артқы бөлігі, яғни шанағы да күміспен ерекшеленіп әшекеленген. Олар батыстық үлгідегі өрнектер болып табылады. Бұл домбыраның мойны 48 сантиметр, ал бет тақтайының ұзындығы 40 сантиметр және ені 18 сантиметр болып табылады.